1643 жылдың көктемі. Жоңғар Алатауының қойнауы. Дәл осы жерде қазақ тарихының ең құпия операциясы басталды. Қалақ батыр бастаған 9-ақ өжет жігіт айсыз түнде жау лагеріне басып кіріп, жоңғардың мыңбасын тірідей қолға түсірді. Тұтқыннан жаудың жоспарын білген Жәңгір хан дала тағдырын шешетін айлалы тактика ойлап тапты. Қарсалда 50 мыңды қарулы қол. Ал Жәңгір ханда небәрі 600 ақ сарбаз бар еді. Шегінуге орын жоқ, әскери тарихта тұңғыш рет оқпаны, яғни окоп соғысы дайындалды. Негізгі күш шатқалға бекінді. Тұзақ іске қосылды. Төбеден тас жауып, жау абдырап қалған сәтте, қазақтар тарих сахнасына жаңа қару, білтелі мылтықты шығарды. Бүрсілдеген оғасында қалған жоңғарлар есеңгіреп қалды. Дәл осы қызу сәтте Самарқаннан 20 мыңдық қолмен жеткен жалаңтөс батыр жаудың ту сыртынан соққы берді. 10 мың әскерінен айырылған жау масқара болып кейін шегінді. Осы ұлы жеңістен кейін Жәңгір ханға салқам, яғни Айбатты деген атақ берілді.